Ұлдар, кішкене демей тұра тұрыңдаршы, бүйтінем. Шуламай тұра тұрыңдаршы. Давай, алға, деген нәрсе. Бірақ в реале мен ондайды бере алмаймын. Бисмилля. Қайырлы түн, немесе күн. Қалайсың? Көңіл күйің қалай, бәрі жақсы ма? Машалла. Жалпы бүгін давай мен саған өзімнің сондай бір 34 жылда десеңе түйген нәрселерімен бөлісуді қалаймын. Хорошо. Енді если честно, мен ақыл айтпауға тырысам. А так мен ақыл айтуды жақсы көремін негізінде, өзім жасамасам да. Бірақ енді қара, мен саған бүгін вообще сен үшін шок болатын нәрсені айтайын ба? Менің осы 34 жылда түйгенім то, что менен сен мотивация күтесің да, сондай бір қолдау сөздер, давай, алға, деген нәрсе. Бірақ в реале мен ондайды бере алмаймын. Жоқ, мен қатырам, мысалға қазір айтамын, давай, алға деген сияқты. Но сен оны жасай алмайсың. Себебі мотивация ол тек қана 3-5 күн максимум әсер етеді адамға. Одан кейін әсер етпейді. Жалпы адам асығады. Бірақ ол асығыстық шайтаннан деген бекер емес, иә. Мысалға біз кез келген істі мотивацияға тойып алып, бүгін қатырам деп, мысалға, білмеймін, диета мотивацияға тойып алып, бүгіннен бастап дейміз да, 3 күн ұстайсың, ар жағы шек бітесің ғой. Мысалға, бүгіннен бастап болды, мен кітап оқимын дейсің, иә. Ол кітаптың пайдасы туралы мотивациялар естіп, соңында тоже жайып кетесің. Мотивация, мысалы, күйеуіммен мен бүгіннен бастап күшті қарым-қатынаста боламын, ұрыспай, балдарыма айқайламаймын дейсің да. Иә, 3-4 күннен кейін қайталап тұрасың ғой. Так что мотивация жұмыс жасамайды. Это горькая правда. Принимай. Қабылдаймыз. Біздерге жалпы не нәрсе өтеді, не нәрсе расымен де көмектеседі. Жалпы кез келген мақсатты қою, оған жету, армандау, жақсы ой ойлау, жақсы сөз сөйлеу, қарым-қатынастағы в общем прогресс, барлық кез келген өміріміздегі салаларға ең күшті көмектесетін нәрсе ол барабанный дроп, не деп айтады, в общем, тұрақтылық, дисциплина, тұрақтылық, жалпы бір проблеманың барын түсіну және оны шешу керектігін түсіну. Осы түсінік келген кезде мотивация керек болмай қалады. Түсіндің ба? Жалпы сенің өміріңде білім болсын, жұмыс, отбасы, өзіңнің дамуың, ақша табу, дінің, құлшылығың, барлығына да тұрақтылық керек. Мысалға, артық салмақ болса, әлде бір аурулар болса, мысалға, біз түсінуіміз керек, что это проблема. Біз түсінуіміз керек, артық салмақ – это проблема. Бір жеріміздің ауруы, күнде бас ауруы беру, мысалға, это проблема. Его надо решать. Себебі қызықта, мен жалпы әйел адамдармен жұмыс жасаймын ғой. Сол кезде сөйлесем, сол жерде олардан естимін, то, что бастары ауыра береді. Жиі ауыра береді. Жоқ, негізінде бізде былай мұсылмандарда жалпы бас ауру ол күнәдан деген хадистерден келтіріледі. Ол да бар.
жақсартуға асығу керекпіз. Я міне бізде өмірімізде пайдаланатын екі құрал, жоқ, екі құрал емес ол, екі жол, ол дұға және әрекет болды. Дұға, әрекет дегенде түрлі жолдары бар ғой, енді бүйтесің, бірдеңе жасайсың, бірдеңе жасамай қаласың деген сияқты. Вот сондай нәрселер. Так, альхамдулилля, вот, так что мысалы дұға жасаймыз және біздер бірақ өзгерісті неден бастаймыз, дайынсың ба тыңдауға? Өзгерісті біздер ойдан бастаймыз, біз ең әуелі Аллах тағала туралы дұрыс ойлауымыз керек, жақсы ой ойлауымыз керек. Яғни Аллах тағала дұғамды қабыл етеді, береді, мені естиді, менің жанымда, менің қасымда. Аллах тағала мені жалғыз қалдырмайды, мәселемді шешіп береді. Аллах тағала осы дүнияның да Раббысы, ақыреттің да Раббысы, жалпы қандай әлем бар, сол әлемдердің Раббысы болған Аллах тағала мені бейжай қалдырмайды деген сенде установка, яғни сенім болу керек іште. Вот, просто бізде вот сондай ой болған кезде, Аллах менің жағдайымды жасап қойды деген, ол кезде уже бізде анандай бір жалпы қорқынышты ойлар болмайды да. Бізде қорқынышты жаман түрлі бір ойлар болады. Из-за того, что біз Аллах тағала бізді қалдырып қойған сияқты да. Аллахтың как будто бы бізбен шаруасы жоқ сияқты вообще. Мына жерге жіберді, болды, қалай болса солай өмір сүр. Я тозақ, я жәннатқа барасың, давай, бағай, все, давай деген сияқты бар, қандай бір лақтырса да и болды, сен не істерін білмей жүрген сияқты. Вот сондай ощущение болады. Бірақ бұл Аллах тағалаға байланысты дұрыс емес ойлар ғой бұл. Біздер сол бір айтады ғой, ойыңды өзгерт, өмірі өзгереді, ой өзгерту деп атады ғой. Ең әуелгі ой Аллах тағала туралы жақсы ойлауымыз керек. Вот өзімізді соған кәдімгідей әдеттендіреміз. Кәдімгідей ол анандай бір мысалға кез келген спортпен айналысатын адам, мысалға даже сен элементарный тест, экзамен тапсыратын кезде дайындалмайсың ба? Мынандай брошюркалерді ашасың, бәрін қайталайсың, вот сол сияқты кез келген бір нәрсеге адам дайындалады ғой. Білмеймін енді, бір спортсмен болам дейсің да, мысалға, или качок болам дейсің, или даже элементарный құрсын, ладно, 3 килограмм, 2 килограмм тастайын десең, сен аузыңды тыясың ғой, су ішесің, әйтеуір бір белгілі бір әрекеттер, соған аппаратын жасамайсың ба? Сол сияқты сен ойыңды өзгерту үшін де кәдімгідей терлейсің. Но не в прямом смысле терлемейсің ғой, бірақ кәдімгідей шаршайсың. Сенің миың лучше бы бір жаман ойлай салайыншы, лучше бы андай жертва болып, бір қорқынышты бірдеңелермен қорқып, просто бір орында отыра берейінші дегенді таңдайды. Біздің миымыздың ең жалғыз ғана функциясы бізді тірі қалдыру. Ұрып қоймауымыз керек біздер. Ми үшін же болды. Жаңа новый нәрселерден ми қорқады. Ойбай, не надо, ты это не пробовала, отыр, еще да зиян текпедет деген сияқты. Вот сондай нәрселер. Но қыздар, біздер миды анда-санда тыңдамауға болады. Біздер Аллахқа тапсырамыз барлық істерімізді. Аллах оңдап береді. Аллах менің жағдайым жасап жатыр. Менен берекетін Алла береді. Қандай да нәтиже болса да, оған, значит, мен шыдай алам. Егер кез келген әрекеттен нәтиже күшті болса, онда оны мен көтере алам, Аллаға шүкір. Егер керісінше белгілі бір әрекеттерден нәтиже қуантпайтындай болса, онда оны да мен көтере аламын. Значит, мен одан бір тәжірибе деген нәрсе жинаймын. Вот осылай, қыздар, просто и понятно. Осындай нәрселерді кәдімгідей түсінген кезде, не то что мен білем оның бәрін, біліп тұрмын, білем ғой деп емес, кәдімгідей түсіну керек. Вот, альхамдулилля, ұлдар ғой үйде сабақтан келіп жатыр. Просто жүруге болмайды ғой, обязательно бір ұрсат или айқайлайды, өлең айтады, андай әндетеді, о деп. Вот, мына жақта әтештер, тауықтар шулап жатыр. И это моя атмосфера, это мой вайб, это моя жизнь, альхамдулилля.
материалом. Это мое, это для меня. Осындай нәрседе, альхамдулилля. Бірақ өмірімізде бір нәрсені ұнатпаймыз ба, соны түзеуге тырысамыз. Все. И оны түзеу үшін бізге осознание керек. То, что я реально маған бұл нәрсе ұнамайды, мен өзгертуді қалаймын дейміз, әрекетке көшеміз. А не так, то, что мен мынандай өмірді қаламаймын, мен мынандай американский мечтаға ұмтыламын, қашан болады екен деп бүйтіп отырмаймыз, арманда просто былай. Олай не вариант, қыздар. Или дәл сол мотивация, мотивация аламыз да 3-4 күн сол американский мечтаға ұмтыламыз, потом қайтадан өшіп қаламыз, сосын қайтадан ұмтыламыз, қайтадан өшіп қаласыз, қайтадан андайда ада тұрасың, точкаға б-ға барасың, қайтып келесің, ада тұрасың, қайтып б-ға барасың. Вообще бітпейтін процесс та ол деген мотивация. No. Ал қалыптылық, әдет, осындай тұрақтылық, ес десең, в общем, сондай ғой. Түсінікті ма? Саған барлығы түсінікті ма? Альхамдулилля. Енді білмеймін, менің соңғы видеоларым осындай бір былшылбайский болуы мүмкін. Но мен максимум саған пайдалы болуды қалаймын, сенің түсініп, сенің өзгеруіңді қалаймын, сенің Аллах Тағалаға жақындауыңа себепші болуды қалаймын. Альхамдулилля. Егер сен қазір кез келген іспен шұғылданып жүрсің ғой, ол білім алу, үй шаруасы, жұмыс, білмеймін енді бала тәрбиесі, кез келген күйеуіңмен қарым-қатынасты жақсартқың келеді, мысалға құлшылықтарыңды арттырғың келеді, білмеймін енді мүмкін тәжуид, мысалы Құран оқуды қалайсың, соған байланысты сенде бір армандар бар да, осындай болсам екен деген сияқты. Вот енді сол арман мақсатқа айналу керек та. Ол үшін дәл сол бір тұрақтылық керек болады. Яғни сенен тұрақты түрде сол бір ісіңе жаңағыдай күнде бір қадам жасайсың. Яғни сен мысалға оқу жатсың, оны бітіру керексің, бітіресің ғой енді иншалла. Бірақ жақсы бітіру үшін, мысалға өзіңнің қалағаныңдай бітіру үшін сенен какой-то бір усилиялар болу керек та. Тырысасың. Сол кезде Аллах Тағала саған жеңілдетіп береді. Сен просто дұғамен отыра берсең, ол қалыпты емес. Мысалға, білмеймін енді қалай болса. Мысалға, бір жігіт деп айтайықшы, біздер қыздарға мысалы бір жігіт келді да, мен сені жақсы көрем, сені мысалға енді жарым етіп алғым келеді дейді, бүйтіп қасыңда тұра берсе бүйтіп, мен сені қалаймын, сен әйел болуыңды қалаймын. Алла Тағала мына қызым мені ұнатса екен деп тұрса қасыңа келіп, сәйті соны извини, сен бір әрекет жаса, шешеңді гүл сыйла, білмеймін енді бір бизнес баста, жаңағыдай әке-шешеме бар деген сияқты, сен анадан маған внимание бөл, махаббат, жылы сөз деген сияқты, сен оны бірге күтесің ғой, шеш, давай, ладно, мен саған жар болуға дайынмын, или сен предложениеңді қабылдауға да деуге дайынмын, но от тебя что-то должно же исходить, да, сол кезде сен как-то қарайсың. А егер одан ештеңе, ол просто саған, білмеймін енді, арасында бір смс жазып қояды, сосын мен Аллаху акбар жоқ болса, сен атаң басуға күйге сесің ба деймін, вообще көріп тұрсың ғой, қой құрсын, адам болмайтын адам мынау деген дейсің ғой. Сол сияқты Аллах Тағаламен біздер анда-санда бір дұға жасап бүйтіп отыра бермейміз ғой деймін да. Сенен бір әрекет болу керек қой. Сен стараешься, оқуыңды оқисың, кітаптар оқисың, күнде бір по чуть-чуть бір амалдар жасайсың, дұға жасайсың, амал жасайсың, дұға, амал, дұға, әрекет. Вот осындай. Это формула жизни. Детка, мен осы тұрғанда ойлап тауып тұрмын. Альхамдулилля. Это формула жизни. Дұға, әрекет, дұға, амал. Әрекет пен амал екеуі бір ғой енді. Сен дұға жасайсың да, сұраған нәрсеңе енді бармайсың ба, бірдеңе істейсің ғой. Мысалға сен, Алла Тағала маған қазір нан мен сүт керек болыпты, үйде отыра алмайсың ғой. Сен ақшаңды аласың, есікті ашасың, шығасың, магазинге барасың, алып келмейсің ба өзіңе керегіңді. Сол сияқты дұға жасайсың да, ары қарай дальше сенен белгілі бір әрекеттер болу керек. В общем, солай. Альхамдулилля. Вот солай. Енді саған мотивация керек емес. Мен саған 100% айтамын. Ешқандай мотивация саған нәтиже бере алмайды, көмектесе алмайды. Саған тұрақтылық және мысалға сенде проблема бар екенін, сен түсіну керексің. Жөндеуге әрекет жасайсың. Сенің өзіңнің арман
бітсе содан кейін пархат етемін деп, жоқ, ол үш проблема решать етілсе, ар жағынан тағы бір екеуі келіп тұрады. Это закон Аллаха. Бізде просто проблема болмаса, біз не ғой, Аллахқа жақындамаймыз. Кез келген проблема ол кішкентай болуы мүмкін, үлкен болуы мүмкін, но любой сондай бір қиындықтар бізді Аллахқа жетелеп тұрады. Сол себептен біздерге қиындықтар беріледі. Элементарно тіс ауру, бас ауру, аллергия, көздің қышу, есікті қысып алдың, тікене кіріп кетті, аяғыңмен сүрініп қалдың, шанып қалдың. Оның барлығы кафарат. Біз ондайлармен тазарамыз, біз Аллахқа жақындаймыз. Альхамдулилля, астағфирулланы деген нәрселерді айтуға себеп дүниелер ғой. Вот. Альхамдулилля, альхамдулилля. Көбелектер. Альхамдулилля, молодец. Умничка, барлығын тыңдап отыр, молодец. Енді бұйырса осыларды амалға асырасын, хорошо. Жаймен. Бүгін бір проблеманы анықтаймыз, және оны шешуге тырысамыз. Болды. 10 проблема жазып қайғырып отырма. Біреуден бастаймыз, хорошо. Және арман мақсат. Жалпы бүйтесің ғой, арманың жазасын. Арман. Білмей ол қандай арман. Мысалы, Құранды спокойно оқу. Мысалға, мен Құран оқуды қалаймын. Мен істеймін. Оны астына, енді ол арман ғой. Құранды бүйтіп сутырлатып әдемілеп оқу. Енді оған оны мақсаттарға айналдырамын. Және оны мен бөлемін. Так, ұстаз табу керек. Ол курсқа мен ақшаны іздестіруім керек. Енді жеке жұмыстан сам, мұғаліммен. Мен мектептің қасында тұрамын. Балдар сабақтан қайтып жатыр, сосын шулайды. Мен терезені ашып қойдым. Альхамдулилля. Я прошу прощения. Егер андай артық дыбыстар болса, хорошо. Альхамдулилля. Но білмеймін енді. Андай бір сондай дыбыстар приятный сияқты менің ойымша. Артық ағаштар, құстың дауысы, мысалы мына жерде бір ара ұшып жүр деген сияқты сондай бытовой дыбыстар. Альхамдулилля. Маған ұнайды, саған ұнай ма жалпы? Әлде вообще бір тыныш болу керек па? Бірақ саған да ұнайтын шығар, осы жерде отырғаныңа қарағанда. Егер сен тыныштық қалайтын болсан, сен келмес едің маған. Альхамдулилля. Вот солай арман, оны мақсаттарға бөліп тастаймыз. И соған байланысты жүреміз, хорошо. Мысалы, арықтағың келеді, жоқ, ол емес, татыр, оны екінші айтам. Мысалға, мен Құран оқуды қалаймын, мен первым делом ұстаз іздеймін. Ол ұстазға төлейтін ақшаны реттестіріп қарастырам. Оны уақытын қойып қоям. Қазір деген Zoom приложение бар ғой, сол арқылы өтеді екен ғой сабақтар, барлығы, көбісі. Қазір Zoom приложение жазып алам деген сияқты соның өзіне кішкентай қадамдар жасайын да. Жаймен деп сол сабақтарымды оқимын. Оқығың келмейді, бір еріншектік ұстап кетеді, қиналып кетесің, тастағың келіп кетеді. Бірақ надо, это проблема. Мұсылманның Құран оқи алмауы, это проблема. Мен оны шешуім керек. Мен Құран оқуды қалаймын. Арманым бар сондай. Мен оған енді әрекет етемін. Все, болды. И это надо осознавать. Когда сен оны түсінесің, деп, ол кезде уже кәдімгідей оңайырақ болады негізі. Откаттар болып қалады ғой, но андай бәрібір де сен жүресің де ары қарай. Альхамдулилля. Все равно менің ұстанымым мотивация жұмыс жасамайды. Мотивация, ол білмеймін енді қашанға дейін мотивациямен жүре бересің. Сен реально санаңмен өмір сүру керексің. Мен сана. Вот, альхамдулилля. Енді егер сен арықтағың келсе, артық салмақ тастағың келсе, сенде это проблема. Артық салмақ ол диабетке алып келеді. Ол былай визуально әдемі болмайды. Еще ол кәдімгі денсаулыққа да әсер етеді ғой. Буындарға әсер етеді, жүрекке әсер етеді. Жалпы көп нәрсе әсер етеді, білесің ғой енді оны. Вот сондай нәрсе. Это проблема. Оның кәдімгідей кесірі бар. Вот осыны түсіну керек. Маған ұнамайды ол. Это проблема. Маған ұнамайды. Осыны түсінеміз. Және мен мынадай болуды қалаймын. Осындай арық болуды қалаймын. Спортивное телосложение. Осындай қалаймын. И мен соған қарай әрекет етемін. Все. Менің арманым бар. Оны арманды мақсаттарға бөліп тастаймын. Тоже солай да қадамдар ғой енді.
солай жүреміз. Менің мақсатым мысалға білмеймін енді кешкілік серуендеу, иә, мысалға күніне бір 50 рет приседание жасау деген сияқты. В общем, көп қой енді. Сондайларды бөліп аламыз да, соған қарай әрекет етеміз. Мына жерден біз проблеманың барын түсінеміз. Мына жақтан сенің қалауың, арманың бар, және оны Аллах тағала орындамаймын мен, сен никакта идеальный фигура болмайды деп айтып жатқан жоқ. Просто сенен әрекет болу керек, және дұға. Сол кезде сен қалаған нәрсеңе жетесің. Это 100%. А егер сен болады сондай, қалаған нәрселеріңе жете алмай жатсаң, бір как будто бір нәрсені откладывать етіп жатсаң, сен просто түсінуіміз керек. Мүмкін, иә, ол біздің арманымыз емес шығар. Мүмкін сен оны қаламайтын шығарсың. Иә, сол себептен ол нәрсе сенің өміріңде жоқ. Мысалға сен ағылшын тілін үйренуді қалайсың, но в реалите оған байланысты ештеңе істеп жатқан жоқсың. Оны сен ағылшын тілін білмейтініңді сен проблема көріп тұрған жоқсың. Значит, сенің өміріңде ағылшын болмайды. Это чужая мечта. Сен біреуден бірдеңе көшіріп алғансың да, и сол сен менікі деп отырсың. Олай да болуы мүмкін. Так что біз өзіміздің қалауларымызды нақты білуіміз керек. Өзіңе ол үшін так тоже күшті, приятный, полезности нәрсе. Я, сен үшін барлығы, сен үшін. Сен өзіңе 3 рет сұрақ қоясың. Так, мысалға мен Ғалия, мен білмеймін не нәрсені қалаймын қазір. Я, мен қазір Құран ғой енді. Самый менің бүткіл жаңағыдай қалай ғой? Жоқ. Я, Ғалия, мен Құран оқуды қалаймын ба? Ғалия, мен Құран оқуды қалаймын ба? Құранды оқи алуды мен қалаймын ба? Я. Аржаннан я келеді. Сол я келеді ғой. Просто алғашқы 2-3 секунд я жоқ бір келеді. Өзің байқайсың. Я келсе, онда болады. Жоқ келсе, онда ол сенің арманың, қалауың емес. Хорошо. Ажырата аламыз. Прям санамен түсініп, санамен ойланып, саналы түрде қалаймын ба деген сұрақты қоямыз. Хорошо. Молодец. Все, бүгін мен сені прям загрузила. Нет, нагрузила. В общем, альхамдулилля. Хорошо, шулап кеттік біздер. Давай енді тынығай, хорошо. Білмеймін, мүмкін саған жағымды әңгіме болды ма, жағымсыз әңгіме болды ма, білмеймін. Бірақ пайдалы болсыншы, ұнасыншы деген ниеттемін, иншалла. Хорошо. Әдеттегідей аятул курсиді 1 рет